Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алмалы кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай, жеңіл рецепт. Ең алдымен жұмыртқаны жарып алып, оны жай жылдамдықтан бастап жоғары жылдамдық аралығында жақсылап араластырамыз. Аз-аздан қантымызды қосып отырамыз. Бөлме температурасында еріген сары майымызды қосып, тағы да кішкене араластырамыз. Бір пакет, яғни 15 грамм қопсытқышты қосамыз. Содан аз-аздан 3-4 бөлікке бөліп, ұнымызды қосып, әдемілеп араластырамыз. Яғни бізде андай комочка дегендер болмауы қажет. Алманы жақсылап жуып, сыртын ашып, ашмасаңыздар да болады. Осылай төртке бөліп, әдемілеп ішін тазалайсыздар. Содан соң осылай кесіп шығамыз. Тестаны біз осылай формаға құямыз. Менде 24 см диаметрлі туралған алмаларымызды осылай қойып шығамыз. Немесе өз қалауларыңызша қойсаңыздар болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Кекстің бетіне сахарный пудра сепсеңіздер де болады, әсемдік үшін. Сеппей, осылай да жесеңіздер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видео